Астана қаласының жұмыспен қамту басқармасы азаматтарға көмір алу үшін 50 мың теңгені беріп жатыр. Арнайы жәрдемақыны тапқан табысы күнкөріс деңгейіне жетпейтін 4 санатқа кіретін азаматтар ала алады. Жәрдемақыға қол жеткізу үшін жұмыспен қамту басқармасына хабарласу қажет. Әлеуметтік науқан келесі жылдың 30 сәуіріне дейін жалғасады деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Астананың 40 бекеті маңында орналасқан көмір сататын қойма меңгерушісі: біз тамыздан бастап сатып жатырмыз. Соның әсерінен қазір даурығу жоқ, көмірді көп халық алды деп пікір білдірді. Қойма меңгерушісінің айтуынша, вагондар кемі 2 күн сайын келіп жатыр. Бірақ сатып алушылар Шұбаркөл көмірінің аз екеніне шағымдануда. Телеарнаның хабарлауынша, 40 станция тұйығына бүгін ғана жеткізілген 300 тонна көмір міне 1 сағатта сатылып кетті. Ал негізгі қазақстандықтар жылына 10 миллион тонна көмір тұтынады. Соның ішінде Шұбаркөлге сұраныс көп, бірақ Шұбаркөлде жылына 3,5 миллион тонна шығарылады. Сондықтан кейде көмір жетпей жатады. Теміржол тұйықтарында Шұбаркөл көмірінің бағасы 13.850 теңге. Жібек жолы, Талапкер, Қосшы, Қоянды және Аршалыға жеткенде тасымалдау құны қосылып қымбаттайды. Көмір бағасының құбылуы мен артуына қатысты тасымалдаушылар да пікір білдірген. Мәселен, жеткізу ғой бізде қаланың сырты болса 20-25 мың теңге, алыстаған сайын қымбаттырақ болады. Қосшы, Қояндыға қанша апарасыз осы жерден? Мен жібек жолына апарамын, арғы жағы 25 мың, бергі жағы 20 мың деп жауап берді тасымалдаушы Бағдат Мамыров.